Егер Қонаев туралы фильм түсірілетін болса, не жайлы болмақ? Бірге талдап көрейік. Жігіттер білесіңдер ме? 60-шы жыл мен 85-ші жылда Қазақстанды кім басқарды? Димаш Ахметұлы Қонаев аға басқарды. Сол уақытта бүйірлерің шығып, қарындарың тойды. Бәлкім біз 1986 жылғы оқиға туралы шындықты көрерміз. Егер шындық Дінмұхамед Ахметұлының көзімен баяндалса, Жұлдыздар тоғысқанда фильмінен әлде қайда қызықтырақ болар ма еді? Неге сонша шулысың? Елдің басына неге орыста келіп қойды? Орыстарды жек көресің бе? Қазақстанда бірінші орында қазақ тұруы керек. Дұрыс, бірақ өзің ойлашы. Біздерде Украинда, немісте, орыста, юғарда бар. Бәрінің басында қазақ тұруы керек, қазақ! Немесе Тарантиноның Inglourious Basterds фильміндегіндей тарихты өзгертіп түсірсе не болар еді? Фильм желісі бойынша Брэд Питт сомдаған Альдо Рейннің тобы кинотеатрда отырған Адольф Гитлердің көзін жояды. Осылайша Екінші дүниежүзілік соғысты аяқтайды. Міне, біз де Дінмұхамед Қонаевтың Қазақстан орталық комитетінің бірінші хатшысы, әрі қарай тәуелсіз Қазақстанның президенті болған жайлы сюжет құруға болады. Қатты қиялданбай Димаш атамыз бен Зухра Шәріпқызы апамыздың бәріне белгілі дүйім жұртты сүйсіндірген махаббатын баяндасақ, режиссер Ник Касаветистің күнделік фильміндегі екі кейіпкердің лавсториынан кем болмас. Ал сізге қай сюжет қызықты болар еді? Сценаристердің құлағына алтын сырға, мүмкін болашақта осындай туындылардың бірін көріп қалармыз.